Корейский товарларды неге Қазақстанда өте қымбат қылып сатады? Негізі Кореяда сапалы киімдер мен косметикалар қолжетімді бағада, Қазақстаннан 2-3 есе арзан. Алдында мен косметика 60 мың теңгеге алдым деп көрсетіп едім. Барлық қыздар маған да жіберші 60 мың теңгеге деп жазып кетті. Мен тура Кореядағы бағамен сіздерге салып жүрген күннің өзінде карго өте қымбат шығады. 60 мың теңгенің косметикасы примерно 5 килограмм болатын болса, доставкасының өзіне 30 мың теңге спокойно қосылып кетеді. Кореядағы любой байер кем дегенде өзінің услугасына 20% қосады. Онымен 60 мың теңгенің косметикасы Қазақстанға барғанша 105-110 мың теңге болып кетеді. Бірақ оның бәрін Қазақстаннан алсаңыз, бағасы 200 мыңнан асады. Доставкасы қымбат болса да, Кореядан алдырсаңыз, бағасы сізге тиімді болады. Түсіндіре алдым ба білмедім, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Өзім де байер болсам ба деп ойланып жүрмін. Кореяда тұрып жатқаныма 7 жыл болды. Кореяның бүкіл арзан жерлерін білемін. Бірақ байердің 100 мың теңгеден көретін 20 мың теңгесі бір таксиға отырғанда кетіп қалатын ақша. Қалай ойлайсыз, пікіріңізді қалдырып кетіңіз.